Саламатсыздарма? 70-ші есебімізде теңдік тура болатындай етіп, бос орынды толтырыңдар дейді. Яғни, мында келесі жағына оқытын болсақ, яғни 3х қосу 15 дейді. Демек біз мында 3-ті қойсақ болады, 2-ті 3-пен көбейсек 3х болады, 5-ті 3-пен көбейсек 15 болады. Келесі есепке қарасақ, 9 азайту y көбейту 2 дейді. Яғни, біз мында теңдікті орындаймыз келесі жағында. 9-ды 2 көбейтеміз 18, азайту 2y болады. Келесінде мында 12x дейді. Демек біз мында 3 бар. Ескеретін болсақ, 3-ті қандай санмен көбейсек 4 болады. Яғни 12 болады. 4-пен көбейсек 4х, көбейтеміз 3-ке 12х болады. 6-ны 3-ке көбейсек 18 болады. Келесінде мында 40 дейді. Яғни 40 болатындай санды қойымыз керек. Демек 8-ге қандай санды көбейсек 40 болады? 5-ті қойсақ. 5-8 40. Демек, енді y-ті 8-ге көбейсек минус 8y болады. Келесінде мында 16 деген сан екен. 4-4-ім 16. Демек, мында 4-7-ім 28x қосу 16. Келесі мында 12x дейді. Демек, 12 болу үшін біз мында 6-тан берсек болады. 2 6 12, 11-ді 6-ға көбейсек 66. Бұл бізде 70-ші есебіміз.